Армысыздар. Әне-міне дегенше сөз сиқыры курсының мәресіне де келіп жеттік. Копирайтерді 40 үйден тыю соңғы сабағымыз. Бұл дәрісті копирайтер болам деген барша жанға арнап дайындадым. Сондықтан да ойнатып, тоқтатып көріп шықпаңыздар. Бір деммен қарап шығыңыздар. Белгілі бір уақыттан кейін асықпай бірнеше рет қайталап көріңіздер. Себебі бұл сабақ құнды ақпараттарға толы. Ендеше копирайтерді 40 үйден қалай тыямыз? Дафты ерлер сабыны деп сипаттар ем. Бірақ қыз келіншектерге арналған сабын деп атадым. Соңғы 25 жылда бұл шешімнің дұрыс екеніне көз жеткіздім. Бұл даф жанамалық мәтіннің авторы атақты Дэвид Огилвидің айтқан сөздері. Осы жанамалық мәтін дафтың атағын шығарды. Әлі күнге дейін даф қыз келіншектердің арманы. Олдос Хаксли жанамалық мәтін туралы былай деп жазады. Бір тиімді жанамалық мәтінді жазудан көрі жүрек тебірентерлік 10 шақты романтикалық сонет жасау оңайырақ. Жанамалық мәтін жартақ беттен тұруы мүмкін. Бірақ сол жартақ беттік мәтін адамға ерекше әсер етіп, оны сатып алуға, шешім қабылдауға, дүкенге баруға, итермелеуі, көндіруі шарт. Ал бұл оңай тірлік емес. Ендеше копирайтер боламын десек, белгілі бір техникаларды, формулаларды пайдалануға міндеттіміз. Өйткені олар біздің жұмысты жеңілдетеді. Денис Каплуновский деген ресейлік копирайтер бар. Соның нейрокопирайтинг кітабын оқи отырып, 400 беттен тұратын ақпаратты қорыта отырып, ең негізгілерін түртіп алдым. Және сол ең негізгі, ең құнды ақпаратты сіздерге осы дәріс арқылы бергім келеді. Ендеше блокнотты ашып, мен айтқан құнды дүниелерді түртіп алыңыз. Бірінші формула – ежелгі гректердің көндіру формуласы. Оған сәйкес жанамалық мәтінді былай деп жазамыз. Тезис, аргумент, дәлел, мысал. Біздің мәтінде осы төртеуі де болуы міндетті. Тезис дегеніміз от тақырып. От тақырып арқылы клиентті өзімізге қаратамыз. Аргумент дегеніміз мәселе. Біз клиентте сондай мәселе бар екенін, соның өзекті екенін дәлелдейміз. Үшіншісі дәлел. Дәлелдеу үшін, көз жеткізу үшін фактілерді, статистиканы, сандарды қолданамыз. Төртіншісі әрі соңғы пункт ол мысал. Мысал немесе үлгі. Сатып алған, өзгеріске ұшыраған, өмірін өзгерткен клиенттердің пікірлері, оқиғалары, солардың әңгімесі. Келесі формулаларға кезек берейік. Екінші формула аргументум et populum деп аталады. Қазақша баламасы халықты алға тарту. Мұны таза психологиялық шабу деп атайды. Себебі ешкім өнімді, тауарды бірінші болып сатып алғысы келмейді. Өйткені адам психологиялық түрде бірінші болудан қорқады. Сіз ешкім қолданбаған сабынды, ешкім сатып алмаған курсты, ешкім қызығын көрмеген фотоаппаратты сатып аласыз ба? Жоқ. Сондықтан да міне осы психологиялық түйінді біз өз мәтінімізде пайдалануымыз қажет. Мысалы, екі түрлі бағытта жұмыс істей аламыз деп мен коммерциялық ұсыныс жазам. Біріншісі, клиентке айтам, мен тек пост жазамын. Бұның құны 50 000 теңге. Екіншісі, пост жазу плюс администраторлық. Яғни Инстаграмға администратор болам, сонымен қатар параллель түрде постын жазып отырам. Бұның құны 100 000 теңге. Ең соңында осы халықты алға тарту формуласы бойынша екі сөйлем жазам. Көбі екінші нұсқаны таңдайды. Өйткені олар енді айына 50 000 теңге үнемдей алады. Бұл коммерциялық ұсыныстағы ең басты бомба тактика. Жалпы, осы формула бойынша мәтін жазамын десеңіз, сіз өзіңізге қажет қызметті
екінші жолға жібересіз. Бірінші жолға сіз қосалқы немесе қарапайым бір қызметіңізді ұсынасыз. Екіншісінде клиент сатып алу керек қызметті ұсынасыз. Оның бағасын жоғарылау қоясыз. Бірақ клиенттердің көбі, тапсырыс берушілердің көбі осыны таңдайды деп бірден жауап бересіз. Сол арқылы ол өзгелер сияқты пайда көруді армандайды. Сондықтан да сіздің нұсқаңызды таңдап алады. Үшінші формула – логика плюс эмоция. Жанамалық мәтінде тек қана логика немесе тек қана эмоция бола алмайды. Өйткені тек қана эмоциямен жасаңыз, ол нақты нәтиже алып келмеуі мүмкін. Тек логикаға сүйеніп мәтін жазсаңыз, сіздің офферіңіз, мәтініңіз, ұсынысыңыз құрғақ сөзден құралады. Ол ешкімді еліктірмейді, тартпайды. Бұл ғылыми мақаланың бір үзіндісі сияқты. Енді логиканы және эмоцияны қалай байланыстырамыз? Логика дегеніміз сан, дәлел. Эмоция дегеніміз ассоциация, қуаныш, қызғаныш деген сияқты сезімдерді тудыру. Мысалы, енді жылуға 20% азырақ төлейсіз. Көршілеріңіз тұз жаласын деп оффер жазамыз. Айтыңызшы, кім 20%-ға ақшасын үнемдеуді армандамайды? Ал енді көршілеріңіз тұз жалайды, олар сіздің осындай үнемдегіштігіңізді қызанады десеңіз, адам одан сайын еліге түседі. Оның көз алдына сол көршілер елестеп кетеді. Сондықтан да мәтін жазған кезде логика мен эмоцияны байланыстыруды ұмытпаңыз. Копирайтердің неше түрі бар? Копирайтер сан түрлі қызмет атқарады. Көбі клиенттің поштасына келіп түсетін хат жазады. Осы хатты жазған кезде біз не нәрсені ескеруіміз керек? Немесе коммерциялық ұсыныс жазамыз. Сол коммерциялық ұсыныста біз нені басты назарға қойымыз керек? Жарайды, мәтініміз мықты делік, бірақ одан басқа қандай нюанстар бар? Біз нені тағы білмейміз? Шрифт. Барлығымыз шрифт десе тек қана Times New Roman'ның 14-ші қарпын көз алдымызға елестетеміз. Ал шын мәнінде шрифт деген бағанда борт ашқан кезде шрифттің неше түрлісі тұр. Бірақ біз Times New Roman'нан басқасын қолданбаймыз. Немесе ары кетсе 3-4 ғана қолдануымыз мүмкін. Қалғандар қандай екендігін тіпті ашып, байқап көрген емеспіз. Шрифт адамның психологиясына әсер ететіндігі дәлелденген. Тіпті шетелде шрифтке байланысты эксперимент жасалған. Сорпаның бір менюі, бір мәзірі 2 түрлі шрифтпен жазылған. Қатаң, қарапайым, классикалық шрифтпен жазылған мәтін, жаңағы сорпаның мәзірі, сол сорпаның дәмін татуға. Дәмін татып болғаннан кейін, мына сорпа шынымен дәмді екен. Келесі жолы осы ресторанға келсем, мына сорпаға тапсырыс беремін деген ниетті тудырған жоқ. Ал екінші шрифт ерекше, осы уақытқа дейін еш жерде қолданылмаған, немесе аз қолданылған шрифт таңдау арқылы сол сауалнамаға қатысқан барлық адамның сол сорпаны татып көруге тәбеті оянған. Олар сауалнамадан кейін ресторанға келген кезде міндетті түрде осы сорпаға тапсырыс беретіндеріне кепілдік берген. Міне қараңызшы, шрифттің құдіреттілігі қандай. Ал біз осы құдіретті, осы күшті, осы мүмкіндікті пайдаланып жүрміз бе? Мәтінді ерекшелендірудің бір формуласы ол шрифтті ерекшелендіру. Сіз өзіңіз қандай ерекше болсаңыз, сіздің стиліңіз қандай ерекше болса, соны шрифт арқылы дәлелдеңіз. Мықты мәтін жазыңыз. Оған сөзім жоқ. Сіздің қолыңызда мықты мәтін жазу келеді. Бірақ сол мәтіндегі шрифтті енді өзіңізге сай етіп өзгерттіңіз. Клиенттің электрондық поштасына хат келеді. Хатты ашып қалған кезде ерекше шрифтпен жазылған мәтін тұрса, адам міндетті түрде елең етеді. Мұны шрифт психологиясы дейді. Тіпті осындай арнайы терминде қалыптасқан. Сондықтан да орта ашып, ол жерде қандай шрифттер бар, қарап шығыңыз. Өзіңіздің авторлығыңызға, өзіңіздің стиліңізге, өзіңіздің қарым-қабілетіңізге, өзіңіздің салаңызға, өзіңіздің табиғатыңызға байланысты ерекше шрифт тауып алыңыз. Шрифт сіздің фишкаңызға айнасын деген тілек айтамын.
Сөзім дәлелді болсын. Фред Ихан жанама кітабында былай дейді. Шрифттің сан мыңдаған түрлері бар, алайда саған бірнешеуі ғана керек болады. Біздің мақсатымыз 1000 түрлі шрифттің ішінен өзімізге сай 5-6 шрифт табу. Хат мәселесін ары қарай жалғастырайық. Хатты қолмен жазу қажет. Себебі қолмен жазылған хат сіздің сол хат алушыны қаншалықты сыйлайтыныңызды, қадірлейтініңізді сөзбен емес, іспен дәлелдейді. Ол терілген хатты жырта салуы мүмкін, немесе назар аудармауы мүмкін. 2 күннен кейін қараймын, 1 айдан кейін қараймын, сосын қараймын деп бір шетке ығыстыруы әбден ықтимал. Ал сол адамға қолмен жазылған хат келсе, ол міндетті түрде тебіреніп оны оқып шығады. Мысалы, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кейбір президенттерге қолмен хат жазған деген дерек бар. Ол осындай хат арқылы оларды қаншалықты құрметтейтінін білдірген. Сонымен қатар Назарбаев тек қана президенттерге ғана емес, қарапайым адамдарға да қолмен хат жазған. Мысалы, Беларусияда тұратын егде жастағы бір әйел өзінің туған жерін Қазақстанын сағынып, Назарбаев туралы киноны көрген соң көзіне жас алып, Назарбаевқа арнап хат жазады. 1-7-ден кейін Назарбаевтан оған қолмен жазылған хат келеді. Бүтін бір елдің президентінің қарапайым беларусиялық әйелге қолмен хат жазғандығы Беларусияның бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарын дүрліктіреді. Ойлаңызшы, қолмен жазылған хат қаншалықты аудиторияға, адамдарға әсер ете алады. Хат жазған кезде, ұсыныс айтқан кезде сыпайы болыңыз. Сыпайылық деген не? Сыпайылықтың шегі бар ма? Түрлері бар ма? деген сұрақтың жауабын білу үшін кейго деген түсінікпен танысыңыз. Айтпақшы, balbal.kz сайтында осы кейгоны түсіндіретін, осыған анықтама беретін, түрлермен таныстыратын материал бар. Қазір сіздердің уақыттарыңызды алмайын, сілтемесін чатқа жіберем, кейгомен танысып шығыңыз. Жалпы, сыпайы болу деген сөз алдын ала рахмет айтам, сізге деген құрметпен, шын жүректен деген тіркестерді қолдану дегенді білдірмейді. Өйткені осы тіркестер таптаурын тіркестерге айналып кеткені қай заман. Алдын ала алғыс айтам, шын жүректен ризашылық білдірем деген сөздерді оқыған кезде ешкім теміренбейді. Өйткені осыған дейін осындай сөздерді оқып үйреніп қалғанбыз. Біз қаншалықты бұның шынайы екендігін, шынайы емес екендігін, қаншалықты алғыс айтатқандығын сезінбейміз. Бұны жай мәтінде болуы тиіс сөздер деп қабылдаймыз. Ал біз эмоция тудыруымыз керек. Сондықтан да осы алдын ала алғыс айтамын, аса қандырбенді пәленше түгеншелі, ізгі ниетпен, шын ықыласпен деген сөздерді басқа креатив сөздермен, эмоция тудыратын басқа өзгеше сөздермен алмастырыңыз. Бұны жасау әрине оңай емес. Бұған қанша уақытыңыз кетеді. Бірақ ойлана келе сіздің клиентіңізді ерекше әсерге бөлейтін, оның шынайы эмоциясын тудыратын, сіздің оны құрметтейтініңізді білдіртетін сөздер жиынтығын ойлап табыңыз. Жарнамалық мәтінде біз көбінесе уәде береміз. Уәдемен жұмыс істейміз. Бірақ сол уәдені қалай береміз? Тез маникюр жасаймыз дейміз. Бұл қаншалықты дұрыс? Уәденің нақтылығы керек. Оны минутпен, сағатпен, мөлшермен шектейміз. Мысалы, 20 минутта жасалатын экспресс маникюр. Бұл бірінші тақырып пен екінші тақырыптың айырмашылығы қандай? Сіз тез жасалатын маникюрге барасыз ба, әлде 20 минутта жасалатын экспресс маникюрге барасыз ба? Меніңше, екінші тақырыпқа мән бересіз де сол салонға бет бұрасыз. Біз хат мәселесін қозғап кеттік. Хатты қандай параққа шығарасыз? Соған осы уақытқа дейін мән беріп көрдіңіз бе? Немесе визит картаны шығарасыз. Визит картаның дизайнын дайындадыңыз. Барып типографиядан шығардыңыз. Олар сізден қандай қағазға шығарғанымыз дұрыс дейді? Әйтеуір бір қағаз болсын, өздеріңіз білесіздер, немесе ең арзан қағазды таңдай саламыз. Бұнымыз қателік. Себебі қағаздың өзі сіз жайлы көп ақпарат береді. Қағаз қалыңмен жұмыс істейтін компанияларға клиент көбірек сенеді. Солардың ақшасы мол, солардың потенциалы зор, солардың болашағы зор деп алдын ала шешім қабылдап қояды. Егер сіз коммерциялық ұсынысыңызды, хатыңызды, презентацияңызды, бизнес жобаңызды инвестордың алдына қалың қағазға шығарып барсаңыз, ол селк етеді.
Ол сол қағазда жазылған мәтінге ерекше көңіл бөліп қарайды, оны жыртып тастамайды. Ол міндетті түрде оны оқып шығады. Ал оқып шықса болды, ол біздің қақпанға түсті деген сөз. Біз оның назарын аудара алдық. Яғни осы бір фишканы, осы бір қарапайым дүниені естен шығармаңыз. Визитка шығарсаңыз, қағаздың қалыңырақ нұсқасын таңдаңыз. Әрине қағаздың түр-түрі бар, олардың бағасы да әртүрлі. Сіздің бюджетіңіз оған сай келмеуі мүмкін. Бірақ ең жұқа қағаздан көрі кішкене қалыңырақ қағазды таңдауға кеңес беремін. Жанамалық мәтін жазған кезде робот болмаңыз. Жұрт қолданатын сөздерді жазсаңыз, сіз роботқа айналдым деп есептей беріңіз. Мысалы, курсқа жазыламыз. Сол кезде мынандай мәтін келеді. Курсқа жазылғаныңызға рахмет. 20 минуттың ішінде сізбен менеджер хабарласады. Пәленше күні курс басталады. Мына мәтінді оқыған кезде бізде қандай сезім туды? Осы мәтінді шынайы бізге жаны ашитын бір адамның жазғанына біз күмән келтіреміз. Бұл мәтінді робот жазғандай әсер аламыз. Ал біздің мақсат, қайталап айтам, эмоция тудыру, ерекше сезімге, әсерге бөлеу. Сондықтан да жұрттың бәрі жазатын сөздерді жазбаңыз. Жұрттың бәрі қолданатын тіркестерді қолданбаңыз. Робот сияқты жазбаңыз. Сіздің мәтініңізді, сіздің жазғаныңызды оқыған кезде оқырман кілт тоқтап, ризашылығын білдіріп, сізді ізденіп оқитындай, сіздің тауарыңызға, өніміңізге назарын аударатындай халге жеткізуге міндеттіміз. Маңызды адамға хат жолдауыңыз керек. Сізде бір мәселе туындады. Сіз идея айтқыңыз келеді, немесе ұсыныс білдіресіз. Көбі хат жазған кезде өзін таныстырады да бірден мәселенің мән-жайына кетеді. Мұндай хаттар оқылмауы мүмкін. Себебі тұлға, хат алатын адам елімізге атақты. Оған сондай хаттар күніне мыңдап келеді. 1000 хат келсе, адам оған назар аудармайды. Ал енді сіз өзіңізді таныстырғаннан кейін хат алушының эмоциясын тудыра алсаңыз, сіздің мәтініңіз оқылады. Бұл дегеніміз, сіз оны қайдан танисыз? Ол жайлы қайдан естідіңіз? Оны қалайша құрметтейсіз? Оның соңғы сұхбатын оқыған кезде қандай сезімге бөліндіңіз? Келістіңіз бе, келіспедіңіз бе? Оның идеясын қаншалықты бөліп жарасыз? Оның идеясына қаншалықты келісесіз? Міне осылардың барлығын жаңағы хатқа кіргізесіз. Мысалы, қайырлы күн, менің аты жөнім Жазира Байдалы. Мен сіздің мынадай сайтта жарияланған соңғы сұхбатыңызды оқып шықтым. Сіз бизнес бастаймын деген жастарға кез келген белгілі кәсіпкер қолдау білдіру керек дедіңіз. Мен сіздің бұл айтқаныңызбен 100% келсем. Сіз шынымен де өзіңізді мықты кәсіпкер, елге жаны ашитын қамқор азамат ретінде осы сұхбат арқылы дәлелдедіңіз. Осыған байланысты менде мынадай сұрақ туындады. Осыған байланысты менде мынадай ұсыныс бар деп ары қарай әңгімеңізді жалғастыра бересіз. Сонда хат алушы, мына жас, мына студент мені таниды екен, менің сұхбатымды оқыпты, менің фанатым екен, маған мынадай ұсыныс айтқысы келеді деп ары қарай онда қызығушылық пайда болып, сіздің мәтініңізді оқып шығады. Клиентіңізді басқалардан жоғары қойыңыз. Мысалы, жарыққа көршіңнен арзанырақ төле. Яғни бұл тактиканы тақырып қойған кезде ұтымды пайдалана білейік. Әркез өзіміздің клиентімізді өзгелерден қарағанда бір саты жоғары қояйық. Сонымен қатар сапалы, әдемі, мықты, күшті, көркем, жылы деген сөздерді, сын есімдерді басқа тәсілмен эффективті қылуға болады. Мысалы, жылы еден дейміз. Бірақ жылы еден деген сөзге оқырман, көрермен еліге ме? Жоқ. Өйткені еденнің жылы екендігі әбден үйреншікті жағдай, оған ешкім назар аудармайды. Сіз енді еденнің жылылығын басқаша дәлелдей аласыз. Мұндай еденде жалаң аяқ жүргің келеді дей отырып, еденнің жылы екендігін дәлелдейсіз. Және сол еденді клиенттің көз алдына елестетесіз. Ол сол еденде жалаң аяқ жүгіріп бара жатыр. Ассоциация тудырасыз. Міне сол кезде сіздің жанамаңыз өз нәтижесін береді. Ең бастысы таптаурын сөздерден қашыңыз. Мұндайда сөздер коллизиясы деген әдісті қолдануға кеңес берем. Коллизия деген не? Жаңағы мен айтқандай, тұрақты түрде қалыптасқан, бұрыннан бері келе жатқан сөз тіркестері. Халық сол
тіркестеден былайша айтқан кезде шаршап кеткен. Мысалы, жеңілтек қыз дейміз. Ал енді жеңілтек мәтін деген тақырып қойсақ, қызық емес пе? Бұл от тақырып. Өйткені бұл қандай мәтін, мына мәтінде не жазылған, мұнда не нәрсе айтылған деп кез келген адам мәтінді оқиды. Сөздер коллизиясын пайдаланыңыз. Жылдар бойы келе жатқан тіркесті бұзыңыз. Сол кезде адамда шок пайда болады, оның назары тақырыпқа ауады. Кейбір сын есімдер жағымды не жағымсыз әсер береді. Коронавирус кезінде жай вирус деп жазсақ болады. Енді сол вирусты басқаша халыққа қалай жеткізуге болады? Вирус деген сөздің алдына қу, түлкідей қу, немесе пысық деген сын есімдерді қоссақ, біз ерекше нәтиже аламыз. Осыған дейін вирус туралы мақала оқымаған оқырман енді сол мәтінге назар ауады. Позитивті метатіл. Позитивті метатіл әдісі бойынша біз кез келген минусты плюсқа айналдырамыз. Мысалы, мен бизнес бастамақшымын, ресторан ашамын. Оны мен қымбат ресторан деп атаймын. Енді бұндай қымбат ресторанға кім келеді деп уайымдаймын. Қалайша тез уақытта клиентті өзіме жинай аламын. Енді мен офферде ресторанды қымбат демеймін. Кемшілікті плюсқа айналдырамын. Қымбат деп кез келген адам оған барғысы келмейді. Ал енді сол қымбат деген сөзді ерекше күндерге арналған ресторан деп айтамыз. Ал ерекше күндерге арналған деген сөз бұның қаншалықты қолжетімді екендігін көрсетеді. Яғни кез келген адамның міндетті түрде ерекше күні болады. Мысалы, туған күннің өзі ерекше күн. Ал ерекше күнді адам атап өткісі келеді. Мерейтойын атап өтеді. Ал оған есепшот келген кезде ол мынау қымбат ресторан еді ғой деп өкінбейді. Бұл менің ерекше күнім болды. Мен осы күннен ләззат алдым. Қонақтарым тәнті болды деп сізге ақшасын төлей салады. Сіз осы ерекше күн деу арқылы керісінше рестораныңызға тұтас аудиторияны шақыра аласыз. Өз рестораныңызды барлығына қолжетімді ете аласыз. Сонымен қатар ерекше УТП-ңыз осылайша пайда болады. Келесі әдіс энергетик етістік деп аталады. Бұл дегеніміз қарапайым етістікке өмір сыйлау. Тірі жанның энергиясын қосу. Мысалы, мықты мәтін жазу деген сөзді фигурасы 90-60-90-дай мәтін жазу дейміз. Сіздің көз алдыңызға фигурасы әдемі, бәрі орын-орнында тұрған мәтін елестейді. Сіздің назарыңыз тақырыпқа ауады. Энергетик етістікті тақырып қоярда міндетті түрде пайдаланыңыз. Энергетик етістікті ойлап табу оңай емес. Бұған біршама уақыт кетеді. Бірақ фантазияны дамытсаңыз, креатив қоссаңыз, міндетті түрде энергетик етістік ойлап табасыз. Австралиялық копирайтер Лил Хант мынадай тақырып қойыпты. Баланы қалай өлтіреміз? Мынадай тақырыппен жазылған мақаланы көрген кезде адамның денесі тітіркеніп кетеді. Қалайша баланы өлтіреміз деп өз наразылығын білдіреді. Бірақ бұл тақырып тырнақшаның ішіне алынған біріншіден, және бұл жерде сұрақ белгісі жоқ, нүкте қойылған. Бұл дегеніміз шынымен де баланы өлтіру жайында айтып жатқан жоқпыз, және қалай өлтіруді қозғамаймыз. Тіпті сұрақ ретінде меңзеген жоқпыз деп нүкте қойып тұрмыз. Ары қарай мәтінде жаңағы австралиялық копирайтер баланы өлтіру туралы айтпайды. Құдай сақтасын. Ол баланы тәрбиелеу жайында, баланың назарын қалай ұстау керек, баламен қалай жұмыс істеу керек, баланы қалай тәрбиелеу керек деген жақсы дүниелерге, жақсы мәселелерге кезек береді. Бірақ сол әдемі жазылған, сол әйелдерге пайдалы болатын материалды оқытқызу үшін ол осындай тақырып қолданған. Бұл тақырыпта қылмыстық әлемге тән бір характеристика бар, бір элемент бар. Тақырып қойған кезде осындай ешкімнің ойына келе бермейтін, адамның денесін тітіркендіретін, адамды шоқ қылатын, интрига жасайтын, бір жаман ойларға жетелейтін элементті қоссаңыз болады. Бұл бастапқыда кешірімді. Өйткені сіз материалда клиенттің наразылығына тойтарыс бересіз. Сіз енді жақсы нәрсе туралы айтасыз. Сіз енді оған шын мәнісінде керек, пайдалы ақпаратты ұсынасыз. Ол ең соңында сіздің ана шу еткізген тақырыбыңыз туралы ұмытып кетеді. Қазір жария көретін материалдар көп, бірақ оны екінің бірі оқи бермейді. Жазған материалды оқытқызу үшін осындай тактикаға бара аламыз. Бірақ Құдайдың күттігіні осындай стильде тақырыппен мақала жазып жүрмеңіз, немесе мақалаңызға осындай тақырып қоймаңыздар. Бұл анда-санда 100 күнде бір рет, былайша айтқан кезде 1000 күнде бір рет қана қолданылатын тактика. Ең соңғы
тактика ол контр-эффект. Контр-эффект бойынша біз адам күтпеген, адам елестете алмайтын кепілдік береміз. Осындай нәтижеге шығарамыз деп айтамыз. Бірақ бұны классикалық түріне жеткізбейміз. Фантазия қосамыз, креатив қосамыз. Мысалы, Литрес сайты өзінің баспаханасынан шығатын кітаптарды жарнамалау үшін мынандай оффер жазады. Әлем бойынша ең үздік деп танылған 30 бизнес кітапты сіз сатып аласыз. Осы 30 кітаптың бәріне біз өмірлік кепілдік береміз. Егер 30 жылдан кейін мына кітап маған ұнамай қалды, көңілімнен шықпады десеңіз, біз сізге кітаптың құнын қайтарып береміз. Ең бастысы, кітап жыртылмауы керек. Міне мына оффер, мына жарнамалық мәтін кәдімгідей бум жасайды. Жұрттың бәрі келесі күні Литрестен қандай кітаптар шыққан екен, әлем бойынша ең үздік деп танылған 30 кітап қандай деп қызығады, сатып алушылардың саны көбейеді. Міне осы әдіспен біз де кітапты, тауарды, өнімді жарнамалай аламыз. Мысалы, Қуаныш Шонбайдың «Құпия» деген кітабы бар. Контр-эффекті қалайша пайдалануға болады. Құпияға 10 жыл кепілдік береміз. 10 жылдан кейін кітап ұнамай қалса, қайтара аласыз. Тек кітап жыртылмаса болды десек, құпияның атағы, құпияны сатып алуға деген ниет 2 есе, 3 есе, бәлкім 5 есе артуы ықтимал. Осымен біздің соңғы дәрісіміз копирайтерді 40 үйден тыю тақырыбы аяқталды. Жалпы сөз сиқыры курсының да бұл мәресі. Осы курс сіздерге пайдалы болды. Өз сұрақтарыңыздың жауабын алдыңыз. Жаңа ілім-білім жинақтадыңыз деген үміттемін. Өз кезегімде сіздермен шынайы болдым. Бар білгенімен аянбай бөлістім. Ендігі кезекте оны іске жарату ғана қалды. Сондықтан да копирайтер боламын, Инстаграмды дамытамын, мықты пост жазамын деген ниетіңіздің өмірге айналғанын қалаймын, шынайы тілектестігімді білдіремін. Курс ұнаса, пайдалы болса, білім алсаңыз, мені, яғни сөз сиқыры курсын жарнамаласаңыздар, мен тек қана қуанам. Ешқандай қарсылығым жоқ. Сондықтан да сторизге белгілесеңіздер, менің аккаунтымды қоса белгілеуді ұмытпаңыздар. Жетістікке бірге жетейік. Сау болыңыздар.